Сәлем достар! Менің ютубыма қош келдіңіздер. Соңғы видеомда көп адамдар қазақша сөйлеші, қазақша видео жасашы деп еді. Мінекей, қазақша видео. Бүгінгі видеода мен өзім ағылшын тілді қалай үйренгенімді және тілдерді қалай үйренуге болатыны туралы айтамын. Ең бастысы мен қолыма кітабымды алып алайын. Ойбай. Мен өзім қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік білемін және венгр тілінде сөйлесе аламын. Ich lerne Deutsch және мен неміс тілін үйреніп жатырмын. Сондықтан тілдерді қалай жеңіл және оңай үйрену туралы өзімнің кеңестерімді беремін. Ең бірінші кеңес неге? Өзіңізде неге деген сұрақ болу керек. Сіз неге тілді оқып жатырсыз? Мен 5-6 сыныптарда ағылшын тілін онша оқығым келмейтін. Мектепте берген үй жұмыстарын ғана орындап, басқа мектептен тыс кезде ағылшынды ұмытып қалатынмын. Бірақ 8-ші сыныпта мектепке бізге Назарбаев университетінен адамдар келіп, сол университеттің қандай күшті екенін және ол университетте бәрімізге оқуға болатыны туралы айтып берді. Соны көргеннен кейін мен талпынып ағылшын үйренгім келіп кетті. Сонда менің негем Назарбаев университетке түсу болып тұрды. Назарбаев университетіне түскеннен кейін ол жақта бірінші курста оқып француз тілін үйренгім келді. Бірақ француз тіліме менің негем болмады да, сол үшін тастап кеттім француз тілін. Қазір менің негем Германияға көшкім келеді және Германияда оқу тегін, егер неміс тілінде оқысаңыз. Сондықтан мен неміс тілін оқып жатырмын. Ал екінші, ойыңыздағы барлық басқа адамдар қойған тіл жайлы дұрыс емес ережелерді алып тастау керек. Ең бірінші ереже, тіл үйрену үшін бір туа біткен қасиет керек деп айтады көбісі. Бұл дұрыс емес. Тілді үйрену үшін тек еңбекқорлық керек. Екі тілді немесе бірнеше тілді бірге үйренуге болмайды дейді. Маған соны айтып, бір қыз, мен ағылшын тілін үйреніп жүрген кезде Назарбаевта. Сол үшін мен француз тілін тастап кеткенмін. Сол қыз қазір есіме түсім, шыным келеді. Не үшін соны тыңдадым деп, соны тыңдамау керек. Сізге біреу айтып жатса, тіл үйрену қиын, сен үйрене алмайсың, сенің жасың 40-та, сенің жасың 30-да, сенің жасың 20-да, бітті ол уақыт десе, тыңдамаймыз, тілді үйренемін. Менің ең сүйікті біреулердің айтатын ережелері, ол тілді үйрену қиын. Мен венгр тілін бастаған кезде маған бәрі айтқан, венгр тілі өмірдегі ең қиын тіл, оны үйрену қиын деп. Бірақ мен сөйлеп кеттім. Сөйлегенде енді үлкен бір тақырыптарда сөйлей алмаймын, бірақ дүкенге келген кезде немесе адамдармен көшеде сөйлескен кезде жауап бере аламын. Енді неміс тілін алып едім, маған немістердің өздері айта бастады. Не үшін үйреніп жатсың, қиын ғой деп. Иә, қиын, оңай нәрсе жоқ енді өмірде. Бірақ енді ол үшін тастап кетпеймін ғой өзімнің мақсаттарымды. Солай. Енді соңғысы тілді білу үшін басқа елге көшу керек деп айтып жатыр. Жоқ, бұл дұрыс емес. Мен мысалы Венгрияда 2 жыл жүрмін және көптеген адамдарды білем, Венгрияда бірнеше жыл жүрген. Олардың венгр тілін үйренуге ешқандай көмек болған жоқ. Өйткені адам тіл үйрену ол ішінен келеді және өзінің мақсатына байланысты. Тілді үйренген кезде ең басты нәрсе ол мотивация болуы. Сіз өзіңіз мотивация деген мен бір кісіден естігем, 24 сағат қана болып тұрады деп. Бір рет мотивация алсаңыз, ол 24 сағатқа шыдайды. Сондықтан 24 сағат сайын мотивацияңызды жаңарту керек. Мысалы, мынау видео сізге мотивация болуы мүмкін. Міне Камила ағылшынша сөйлеп жатыр, немісше үйреніп жатыр, мен барамда ағылшыншамды оқимын деп. Немесе ол Будапештте отырып, мына видеоны түсіріп жатыр деген мотивация болуы мүмкін. Ол енді 24 сағаттан кейін жоқ болып кетеді. Сондықтан оны жаңартып тұрсаңыз, және өзіңізге есіңде түсіріп тұрсаңыз, мысалы, мен Францияда тұрғым келеді, Германияда тұрғым келеді деп. Мен мысалы Германияға барғым келген кезде немістердің өмірлері жайлы көп оқитынмын блогтарда. Келесі кеңес, жаңа тілді оқып бастаған кезде ең көп қолданатын сөздер тізімін үйреніңіз. Өйткені ағылшын тілінде барлық сөздерді күнде қолданып жүрмейміз. Мына қазақ тілінде де біз қаншама сөздер бар, бірақ біз оның кейбірін ғана күнделікті түрде қолданамыз. Сөздерді үйрену үшін бір оңай жолы ол телефондағы приложенияларды қолдану. Мысалы, Duolingo. Мен қазір неміс тілін үйренгенде Duolingoны көп қолданамын. Күнде бір сабақ жасап тұрамын. Үйреніп жатқан тіліңізді өзіңіз бос уақытыңызда қолданыңыз. Мысалы, мен ағылшын тілін өзім күнделікті қолданбай тұрып, онша жөндеп үйрене алмайтынмын. Мен 11-ші сыныпқа келген кезде ағылшын тілінен кинолар көре бастадым, және сериалдар, кітаптар, YouTube'дан видеолар, және YouTube'дан комментарийлар. Солардың бәрі қатты қызық болып кетті. Және мемдар. Қазір мемдар деген
күлкінішті суреттер Инстаграмда бар. Солардың бәрі ағылшынша. Соны мен деген түсінгім келді де, соны оқи бердім. Адамдардың сөйлегендерін оңай түсіну үшін және акценттерді оңай түсіну үшін көптеген подкасттар тыңдай бастадым. Подкаст деген, мен мына жақта шығатын шығар, қазір жасап қоямын. Подкаст деген ол адамдар мысалы осылай сөйлеседі, бірақ түрін көрмейсіз, просто ол сөйлеп тұрады. Радио сияқты. Айфондардан подкаст деген приложение бар, сол приложение ішінен көптеген ағылшын тілінде подкасттарды тапса болады. Мен психология туралы көптеген подкасттарды тіркеліп алғанмын. Ал сізге подкаст тыңдаған біреудің сөйлеп отырғаны қызық емес болатын болса, онда өлең тыңдау керек. Өлеңді өзіңіз үйреніп жатқан тілде тыңдаңыз. Мен қазір неміс тілінде көп өлеңдер тыңдайтын болдым. Их деген кезде мен деп айтып жатқанын түсініп отырам, бірақ енді басқа нәрселерді түсінбеймін. Бірақ маған мотивация береді және есіме түсіреді. Мен неміс тілін оқып жатырмын ғой деген есіме түседі. Өйткені менің өмірімде соншама нәрсе болып жатыр, мен ұмытып қаламын кейбір кезде оны үйреніп жатқаным туралы. Және егер сіз Фейсбукта немесе ВКонтактеда немесе Инстаграмда көп отыратын болсаңыз және көп былай сырғатып бәрін қарап отыратын болсаңыз, өзіңіз сол тіркелген адамдарыңыздың көбісін сол тілде жасап қойыңыз. Мысалы, сол тілдің жаңалықтарын оқысаңыз болады. Менің ағылшын тіліне оқуына қатты көмектескен, оқуды түсінуге, мәтіндерді түсінуге ең қатты көмектескен приложение ол Quora. Quora деген ол сұрақ және жауап сайты. Кез келген адам кез келген сұрақты қою мүмкін, және оған әртүрлі адамдар жауап береді. Барак Обама да ол Quorada отырады және ол сұрақтарға жауап береді. Және көптеген профессорлар, мысалы Гарвардтың профессорлары, Йельдің профессорлары бәрі сояқта отырып керемет сұрақтарға жауап береді. Соның бәрін оқу маған өте қызықты болды. Басында енді ұзақ оқып отыратын бір сұрақты. Қазір енді тып-тыныш оқып отырамын, қызықты. Сосын тілді үйрене бастаған кезде барлық сылтауларыңызды алып тастау керек. Мысалы, нөмірі бірінші сылтау, менде ақша жоқ, менде уақыт жоқ. Ақша жоқ болатын болса, YouTube'да ағылшын тілін үйреніп жатсаңыз, ағылшын тілі жайлы миллиондаған видеолар бар. Менің қазіргі видеомда ағылшын тілі туралы және ол тегін YouTube'дан көріп жатсыз. Тура сол сияқты басқа блогерлардан көрсеңіз болады. Ағылшын тілінің сабақтары деп, English lesson number 1 деп сөйтіп, немесе неміс тілінің сабақтары. Екінші, уақыт жоқ дейді. Бірақ күнде Инстаграмда отыруға, немесе YouTube'да отыруға 1 сағатта отырсыз ғой. Сол 1 сағатты тілге арнау керек. Ағылшын тілі сөйлей бастағыңыз келсе және ұялуды және акцентті жоғалтқыңыз келсе, онда көптеген видеолар көру керек және тыңдау керек адамдарды. Жақсы акценті бар адамдарды тыңдау керек. Мысалы, бір американдық акцент болса, американдықтарды, немесе ағылшын акцент болса, ағылшыннан біреулерді тыңдау керек. Қай тілді оқып жатырсыз, сол тілде кітаптарды оқи бастау. Мысалы, сіз өзіңіз кішкентай мәтіндерден бастауыңыз мүмкін. Мәтіндерді күнде аударып, бірақ мәтіндерді аударған кезде барлық сөздерді аудару емес, тек қана сөйлемдерді аудару. Сонда, егер сіз түсініп тұрсаңыз бір сөйлемнің мағынасын, ол сөздерді аудармай қойсаңыз болады. Сөйтіп аударудың арқасында сіз бір сөзді тікелей қазақ тіліне аудару арқылы үйренбейсіз, бірақ оны сол сөйлемдегі мағынасына байланысты үйренесіз. Мысалы, менде кейбір ағылшын сөздері бар, оларды мен тек қана ағылшынша ғана білемін, бірақ орысшасын білмеймін. Ағылшынша бірақ түсініп тұрамын ол сөз не екенін. Түсінікті айттым ба? Окей. Мен ең бірінші оқыған кітабым Артур Конан Дойльдің Шерлок Холмс жайлы оқиғалары. Кейін My Little Prince, менің кішкентай принц жайлы оқиғаларды оқыдым. Мен одан кейін көп кітаптарды оқи бастадым, психология жайлы және бизнес жайлы. Сонда көптеген жаңа терминдерді үйрене бастадым кітап оқу арқылы. Тілді үйрене бастап, әрдайым онымен бірге сөйлеу керек. Менің оқушыларымның көбісі, мен ағылшын тілін үйретемін, олардың көбісі ағылшынша сөйлей алмайды, бірақ олардың грамматикасы және жазуы керемет. Сонда мен сөйлей бастаған кезде олар айтады, жоқ, мен ұяламын, жоқ, менде акцент бар деп. Сондықтан ең басында өзіңіз бастап келе жатқан кезде өзіңіз үйретіп қою керек. Мен қазір сөйлеймін, болды, маған мейлі. Бір тілді үйрену үшін сізде әрдайым бір мақсат болу керек. Мысалы, менің мақсатым Назарбаев университетіне түсу болды, ағылшын тілін үйренген кезде. Қазіргі мақсатым Германиядағы магистратураға түсу, неміс тілінде. Сіздің мақсатыңыз жұмыста дәрежені көтеру,
не басқа елде жұмыс істеу, басқа елге көшу болатын болса, сол мақсатыңызды есіңізге алып, сол мақсатыңыз туралы мотивация көріңіз. Егер мақсатыңыз универге түсу болатын болса, онда Инстаграмда сол универдің студенттеріне тіркеліңіз, және сол тілде сөйлейтін студенттерде, немесе жұмысқа тұрғыңыз келсе, сол жұмыста істеп жүрген адамдарды қараңыз. Және маған тағы бір көмектескен әдет, ол телефондағы және компьютердағы тілді үйреніп жатқан тілге өзгерту. Мен ағылшын тіліне өзгертіп қойғам, әлі күнге дейін ағылшын болып тұр. Бірақ жақында неміс тіліне өзгертіп тастадым. Қызық, өйткені сіз деген көріп тұрасыз ол сөздерді күнде үйреніп қалғансыз сол сөздерді көруге. Сондықтан немісше көрген кезде неміс тілінде қалай айтылады екен, соны қалай жазылады екен көресіз. Міне осымен менің барлық кеңестерім бітті. Сізге ұнады деген үміттемін. Егер егер орыс тілінде ма, не қазақ тілінде ма, қайсы тілде сізге жеңілірек мен тыңдауға, соны маған комментқа жазсаңыз жақсы болатын еді. Менің бұл видеомды көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше өзіңіздің тіл үйренуіңізге сәттілік.